Баршаларыңызға қайырлы күн. Өте дәмді тауық қанаттарынан үй жағдайында чикен, яғни крылышко дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді болып шығады, әрі оңай дайындалады. Бізге қажет тауық қанаттары, артық жерлерін алып, жуып тазалап аламыз. Одан кейін көз мөлшерімен тұз қосамыз. Менде бұл жерде 1 килограммдай тауық қанаттары және де қара бұрыш қосамыз. Одан кейін паприка қосасыздар. Мен тәтті паприка қостым. Егерде ашылау болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрыш қосып жіберсеңіздер болады. Және де 4 штук жұмыртқа қостым. Бұл жерде тауықтың көлеміне қарай жұмыртқаны қосасыздар. Егерде сіздерде көбірек болса, онда 5-6 жұмыртқа кетуі мүмкін. Жақсылап барлығын араластырамыз. Бізде тауық қанаттары осылай батып тұру қажет. Және де 5-6 сағатқа немесе 1 түнге мариновкаға жібереміз. Менде 1 түнде мариновкада тұрды. Одан кейін енді тауық қанаттарын бөлек ыдысқа салатын боламыз. Бөлек ыдысқа салып алып, мариновкасын төкпейміз. Оның үстіне ұнымызды салып, кляр дайындаймыз. Бізде қатты сұйық та болмау қажет, және қатты қою да болмау керек. Орташа көлемде клярымызды дайындап аламыз. Және де басқа ыдысқа тағы да ұн, оның үстіне паприка және тұз қосып жібересіздер. Және де панированный сухари қажет болады. Енді барлығын бірінші ұнға ұнатамыз, одан кейін клярға, одан кейін панированный сухариға осылай барлығын кезектеп аунатып дайындап аламыз. Көріп тұрғандай барлығын дайындап алдық. Енді ыдысымызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз да, орташа отта әдемілеп қызартып пісіратын боламыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, әрі оңай дайындалады. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып пісіп жатыр. Біздің крылышкаларымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.